senin вообще оқымайтын класстастарың. Басың 5 килограммда, аяғың 10 килограмм, қайсысы ауыр? Аяқ? Аяғың ауыр ма не? Манас, тақтаға шық. Апаяға тақтаның үстіне шығып алды. 0. 5. Молодец. Машина менікі. Менікі деймін, брат. Ой, как хочется. Міне көрдің ба? О, сен ғана асқарды. Мен қазір директорге барып келем, кеш отырмын. Қазір келем бе? Қайда? Журнал көріп көрем. Бір істейінші бе? Мектебім, сағынышым балалы. Так, көмектессем бе екен, көмектеспесем бе екен? Ой, нем бар, өз жолымен кете берейінші. Или көмектесе салу керек бе жаңа. Бірақ одан маған не пайда? Көмектесе салу керек еді ғой. Қой, мен көмектесем оған. Болмайды мынау. Көмектесетін болдым, брат. Жақын достарым қасымда. Гәңкөс. Вечерге барамыз енді. Ұялмай. Егер де тек шындық айтылса. Балам, қайда баратсың? Со бүгін балдармен клубқа барып ішетін шығармыз. Жан, осы сіз менімен серьезно жүріп жүрсіз ба? Жоқ, просто пайдаланып кетемін. Уақыт өткізу үшін ғой. Құрметті қатысушылар, біздің тренингке қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір баюдың 5 жолын үйретпеймін. Тек қана сіздерден ақша алып отырамын. Брат, аяқ киіп алдым, қалай? Бірақ онша емес. Тым саған жарасып тұрған. Қош келдіңіздер, құрметті халқым. Биыл ауылға газ және ауыз су өтпейді. Егер де тек қазақша сөйлесек. От души, брат. Саған деген көңілім пәк бауырым. Мен оған Абидас тоққан, брат. Ол менің көңіліме қаяу түсірді, бауыр. Анағы ше проститут болып кетіпті ше, масқара. Анағыз түнгі көбелек болып кетіпті, масқара. Кеше туған күнде кәдімгідей кайфовать еткенсің ғой. Кеше туған күнде кәдімгідей ләззаттанғансың ғой. Деп күлдім ғой жаңа. Брат, телефоныңды бере тұршы, связьға шығып жіберейін. Бауырым, сым тетігіңді бере тұршы, байланысқа шығып жіберейін. Сөйтіп, короче, ана балконнан киллер тұрады ғой осылай ше. Сөйтіп, қылтимадан жендет тұрады ғой осылай. Қойсай, брат. На принцип қоймайым мен. Жетер енді қойсаңшы, бауырым. Қадалған жерінен қан алмағанша қоймайым мен. Қазақпен қазақша боқтасын. Магазинге бар қажақта? Не үшін? Атам екен жібершін. Бір нормальный, в общем, машина шығып тұрсын, алып алсам қалай, жақсы ма? Болса жақсы, болмаса несі жақсы? Газеті жерге түсіп кетеді, аяғына қараса, аяқ тияқ! Кешегі вечер не болды айтты? 2-де 1 болды ғой? Короче, 5 бала жалып кетеді, көтім ашып кетеді ғана жерде. Мұздай сумен жүрсе, радмын. Құрметті қазақстандықтар, қазіргі таңда елімізде онша емес әзіл айтатын жастардың саны күрт көбейіп жатыр. Әсіресе ауыл аймақ, аудан, райондарда. Бұл вирус үлкен қалаларға тарамауына бірге ат салса